сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып 31 сабақ 6 санына көбейту және бөлу кестесі.Жанама сұрақтармен берілген есептер. Бірінші есептің берілгені бойынша жарыс өткізу үшін әр 6 метр сайын жалауша қойылды. 6-дан сана. Яғни біз кесіндіде қарап отырғандай әр жалауша сайын сандар 6-ға артып отырғанын көреміз. Осылайша біз бұл есептің жауабына 6 санының көбейту кестесін жасамыз. Мысалы 6 жердегі бірім 6, 6 жердегі 2 12, осылайша 6 жердегі 10-ға дейін жазып шығамыз.